Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тока. Достар, бұл бізде новый серия тақырыбы. Новый серияның тақырыбы бізде жазғы лагерь болады. Енді бұл бізде қалап. Өзім жалғыз түсірмеймін бұл сериалды. Бұл қалап бізде Нази Тока каналмен болады. Оның арнасына тіркелі болады, басып кетіңіздер. Ссылкасын комментарийға тастап кететін боламын. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Жүратшақ. Ой, балалар, келіңдер. Сендерді жақсы көңіл-күймен қарсы алып алдық қой. Наконец-то. Мен адамды күттіріп қойдыңыздар ғой 2 сағат. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жақсы, енді сендер ескіше басалайын. Лагерге қош келдіңдер. Бірінші барлықтарында таныстырып алайық. Мен өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Марат. Сендердің осындай күзетшілерін боламын дегендеймін. Мен сендердің күнделікті тәрбиешілерін боламын. Күнде сендерді тамаққа апарамын, бір жерге апарамын, ойнатамын дегендей. Енді менің есімім Балнұр. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Жақсы, енді сендер өздерінің аттарын айтып кетсеңдер. Жақсы, енді аттарыңды айтып кетсеңдер. Аттарыңды айтып кетіңдер енді. Менің есімім Еділ. Менің есімім Әсем. Менің атым Аделя. Жақсы, атын өте әдемі екен. Рахмет. Ал сенің? Менің атым Ербол. Енді сенің? Менің атым Арман. Менің атым Малика. Ал менің атым Айсұлу. Жақсы, мен енді барлықтардың аттарында сразу жатай алмаймын. Кішкене енді мен жүргенде, нетіп кеттім. Енді мен кішкене ары қарай уже үйреніп кетеміз енді, я? Үйреніп кетем деген ойдамын. Барлықтардың аттарыңды жатуға тырысамын сол кезде. Жақсы, жүріңдер, мен сіздерге бөлмелердің барлығын көрсетіп шығайын. Бірінші, бұл енді бізде осындай просто. Мына жақта бізде енді бұл бөлмеге кірмей-ақ қойсаңдар да болады. Бұл андай сендерге жасайтын нәрселер енді. Мысалы, сендерге тамақ жасалады дегендей. Ал және мына жақта бізде болса енді сендердің дала, яғни ойнайсыңдар, любой нәрсе істейсіңдер, свежий воздухта күшті. Енді бізге 2-ші этажды көрсетесіз бе? Бұл өзі 3-ші этаж, я? 3 этаждық. Я, бұл үй енді бізде 3 этаждық. Жүріңдер, мен сендерге 2-ші этажды көрсетейін. Жақсы, мен бұл жақта отыра берем. Жүріңдер, кеттік балалар. Жүріңдер. Мен адамдағы төсекке жатқым кеп тұр. Мен ода үстіне жаттым ба, мен үстіне жатқым кеп тұрған жоқ. Жата берсенші енді бәрібір ғой. Жарайды, жата берем маған бәрібір. Сумкамызды мына жаққа қойып тұрайыншы, қуым ауып кетті. Жақсылар, сендер онда басқа бөлмелерді көрмей қойсыңдар ма, сосын танысып аласыңдар, я? Жүріңдер, қыздар, мен сендерге одан да өздеріңнің бөлмелеріңді көрсете берейін ше. Жарайды. Жүріңдер, шірек іштес. Наларға бір түрлі қыздар екен, я? Я, білмеймін, андай өзінше қыздар сияқты ғой. Я, шынымен же біздер жақтатпай жүрмейді ме екен? Мүмкін жақтатпау да мүмкін. Жарайды енді жүркірейік. Жақсы, әлі көрерміз. Мынау біздің бөлмеміз ба, не? Норм ғой. Розовый мен ұнатпаймын онша. Вау, әдемі, қарашы. Қандай әдемі мына жақ. Я, өте күшті екен. Менің бірінші төсек менікі деп едім, мына төсек сонда менікі, я? Неге екеуміз ана жаққа, андай 2 этажный төсекке жатайық та, екеуміз бірге дегендей.
Ну, енді мен айтып қойдым ғой, бірінші төсек менікі деп. Значит, мынау төбедегі төсек, ол менікі. Жақсы, жарайды, онда мен ана жақтағы жатамын. Бірақ біз үшеуміз ғой мына екі этажный төсекке сыймаймыз. Қайсы? Шынымен де онда біреулердің жерге жата салулары мүмкін. Или тоқтаңдаршы, мынау не? Бәсе астында тұр ғой үшінші төсек. Ашып қарабайсыздар ба кішкене? Жақсы. Орындарыңды өздерің таңдап алыңдар, менің проблемам емес бұл. Так, мен мына төсекке жата берейін. Мына төсекке өте жайлы екен, сұр екен, әдемі. Мен онда төбедегі төсекке жатам. Мен сонда астыға жаттым ба? Төбеге жатайыншы, өтініш. Бұл болайық та кішкене. 15 күн енді ұрсып, қырылысып жүресіңдер ма былай? Очкарик, короче, тыңдап ал. Енді менің заттарыма вообще тиісуші болма. Менің шкафымды да ашпа, түсінің ба? Мен саған не істеп қойдым? Той, жарайды. Не істейсің бұларды? Жай мен өздері жүре берсінші. Жарайды, мен заттарым сосын орналастырамын. Қазір орналастырамын келіп тұрған жоқ. Жүрш, басқа бөлмелерді көріп кетейік. Мына қыздар біртүрлі қыздар екен, я? Кел, мына шкафқа жайғаса берейік заттарымызды қойып. Я, маған сонша ұрсып берді ғой. Соны айтам, бірінші күні-ақ ұрсып кетті. Заттарымызды орналастырып болдық. Чемодандарымызды қоя салайықшы. Айтпақшы, мен киімімді ауыстырып алайыншы, жемпірмен ыстықтап кеттім, осын киемін. Не істесек болады енді, менің ішім пысып тұр. Лагерде іш бұзушым еді. Соғы қатырасыңдар. Сен де заттарыңды орналастырмадыңдар ма не әлі? Жоқ, біз әлі орналастырмадық. Сен неге мынау жерге барлығын шашып тастағансың? Бұл не өзі? Бұл не? В смысле? Косметика дегенді білмейсің ба? Ну, старомодная. Енді білем ғой, косметика екенін. Бірақ та неге оны жерге қойып жатсың? Енді қайда қоямын, сумкама симай жатыр ғой. Ана полкалардың ішіне қойсаншы. Ол жерден кір болып кетеді шығар, мүмкін шар. Жарайды, салайыншы. Қазір сосын киімдерімді бірінші алып алайын. Осы киімім, осы және осы. Все, мен киімдеріме тиіспеңдер, түсіндер ма? Так, мен жайғастырайын осындай. Осы киімді алыппын, мына киімді де алыппын ғой. Жақсы, мен болдым. Мен де киімдерімді жайғастырайыншы, қышындаршы. Так, мен шақ киім алып келген ба не? 5 киім алып келген сияқты дедім ғой. Енді мен жайғастырайын. Менде 4 киім екен. Так, осы көйлегім және осы киімім. Қазір мен мына киімді киіп алайын, әйтпесе мынау мен ыстықтап кеттім ғой. Жақсы, біз болдық. Телефон құлап қалыпты ғой. Не? Ой, рахмет. Қасы жоқ. Я сөйтіп ыржындап күліп тұра беріңдер. Мен енді чемоданды былай қоя салайын. Или жоқ сала салайыншы. Так, ұрсып жүреді шығар. Так, енді мен косметикалардың бәрін істеймін. Қазір духи жағып алайыншы, а то білмеймін. Ана машинада кішкене ыстықтап кетті. Ыстықтаса макияж бұзылады дейді ғой. Ал реально, мен білмеппін. Я ыстықтаса макияж бұзылады, сондықтан духим сеу балайын. Иісім де жаман болып кетеді ғой. Шашым тарап алайын. Так, сосын спонжыр. И спонжырға осыны жағамыз. Немізімізге жағып алайын. Так, потом палитравен. Қазір мен бойынып алайын. Ой, кисточка алып ой, құрсы. Любимый спрейтигім. Так, сосын осындай кремім бар. Тағы қаншама бүкіл косметикамды алып кепсің ғой. Я сосын менің шампуньім бар. Шампунь. Және сосын осындай лак алып келдім. Лак не істейсің лагерде? Ну, керек қой, енді неге білмей бәтер.
крем дейді ғой мамам. Мә бір полка болды ғой бәрі бақада. Енді сондаймын мен. Жарайды, жүш кеттік. Жер заттарымызды орналастырайық. Заттарымызды орналастырдық. Біз еді сумкаларымызды қоя салайық. Мә сен телефоның iPhone ба не? Мә күшті ғой. Я кеше мамам алып берді. Мамаң алып берді ма не? Күшті. Айтпақшы, iPhone қача? Бұл менде iPhone 15 қой. Мә күшті Pro Max ба? Я iPhone 15 Pro Max. Вау, күшті. Стоп көрейінші өтініш. Я ма? Кел фотоға түсейік. Давай. Давай, сыр де. Сыр. Вот түсті. Әкел көрейін. Блин, әдемі сурет қой. Екеуміз лучше подругамыз, я? Я лучше подруга болайықшы. Сразу бірінші күннен лучше подруга болды қой. Я давай бір-бірімізге ат қояйық. Қалай? Мысалы, мен сені давай бро деп айтайын. Давай, мен де сені бро деп айтамын да. Давай еді, біз қазір не істейміз? Білмеймін, жүрсен жаққа барып көрейік. Жарайды. Достар, осымен біздің сериалымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Екінші бөлімін Нази Тока каналынан көре аласыздар. Сілтемесі комментарияда тұрады. Және кейбір нәрселерді, кейбір заттары, түрлері өзгеше болса, кешірім сұраймын. Адамдарды мен жасаған жоқпын, сразу айтатыным. Ендеше екінші бөлімін Нази Тока каналынан көре аласыздар. Ендеше сау болыңыздар.